бұл әлемнің жаратушысы ұлы Алла. Жанды алатын да, беретін де бір Алла. Кеудеміздегі жанымыз бізге тиесілі емес. Біз менікі, менің өмірім, менің ережелерім, өзім білем қалай өмір сүруді деп көкірекке ұрып сөйлегенді жақсы көреміз. Өмір менікі де емес, сенікі де емес, барлығы ұлы Алланікі. Менікі деп меншіктеп алуды қаяқтан шығардық. Алла өзі береді, өзі алады. Ол әуелгі, ол ақырғы. Мысалы, ұйқыдан оянғанда ең бірінші ойлайтынымыз ол Алла болу керек. Ұйықтар алдында да ойлайтынымыз ол Алла болу керек. Бүгінгі күнімізді қалай өткізгеніміз, Алла разылығы үшін не жасағанымыз туралы өзімізге есеп беруіміз керек. Осы күнімізге дейін Алланы қуантатындай не істедік? Ей, ұлы жаратушы, мен бір тамшы судан жаралған, жоқтан бар болған, түкке тұрғысыз, әлсіз бір пендеңмін. Ұйқымның өзі саған байланысты. Себебі оянуым, оянбауым сенің қолыңда. Ей, ұлы жаратушы ием Алла.